Таңбалы тас, бағзыдан жеткен бабалар қолтаңбасы, кітабы тұрмақ қағаз қаламы жоқ көне заман. Өз шежіресін тау шатқалдарынан жақпар тастарына тура осылай таңбалап кеткен. Бұның бәрі бабалардан ешебе қалған ел даламыздың бұтас бір тарихи галереясы деп есептейміз. Ұлы дала өркениеті есте жоқ ескі замандардан бастау алады. Таңбалы тас ескерткіштері 1950 жылдардан бастап зерттеле басталды. Археологтар бірнеше мың жастар суретін анықтады. 2004 жылы ЮНЕСКО бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Таңбалы шатқалы Алматы облысында орналасқан археолог кешен. Мұнда қола дәуірінен бастап салынған 5000-нан астам жастар суреттері бар. Суреттерде адамдар, жануарлар, аңшылық көріністері, күн басты құдайлар бейнеленген. Ежелгі адамдардың дүние танымын көрсетеді. Діни ғұрыптық орын болған. Таңбалы тас тек археологиялық мұра ғана емес, сонымен қатар ата-бабаларымыздың рухани мәдениетін, өнерімен және табиғатпен үйлесімді өмір сүргенін дәлелдейтін құнды тарихи орын болып саналады. Сондықтан ол бүгінгі туристер мен зерттеушілер жиі баратын Қазақстанның маңызды киелі жерлерінің бірі болып есептеледі. Жартастарға қашалып салынған күн басты адамдар бейнесі, түрлі жануарлар, салттық билер мен тұрмыс көріністер сол заман адамдарының табиғатпен байланысын, дүниеге көзқарасын және рухани өмірін терең көрсетеді. Таңбалы тас Қазақстанның киелі әрі тарихи тұрғыдан аса құнды аймақтарының бірі ретінде бағаланады.